Мен осы Көктал 2 шағын ауданында 2003 жылдан бастап тұрамын. Біздің Көктал 2 шағын ауданында шешілмеген проблемалар өте көп. Бір проблемалар 1-2 жыл бұрын да көтергенбіз депутатпен кездесуде, бірақ шешілген жоқ. Проблеманың бірі мына Сарыөзен мен Ақмола көшелерінің қиылысында бір светофор қойса деп ойлағанбыз. Мына жерде авария өте көп болады, балалар өтеді сабаққа, және басқа да машиналар көп жүретін жерде светофорлар қойылса. Біздің шағын ауданда мүлде светофор жоқ. Сосын екінші мәселе, бізде тротуар мәселесі шешілмеген. Мысалы осы жаз бойы 5 айда осы бір көшені ғана жөндеді бізде, Ақмола көшесін. Соның бойына тротуар жасалмады. Тек жолдың жиегіне жасап қойды, кішкене жүруге болатын жер, бірақ ол тротуар емес. Тротуар жоқ. Балалар мектепке бара алмайды. Аяқтары бәрі былғанады, үлкен кісілерге де өте қиын. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе бұл жарықтандыру көшені. Таңертең сабақ 8-де басталады. Мектепке қарай бара жатқан балаларды машинамен бара жатқанда көрінесіз. Жол бір жағынан тротуар жоқ, олар сол машинаның жолымен жүреді. Сонда өте қауіпті жағдайлар туындап жатады. Негізгі осы мәселелерді шешіп берсе, және барлық жолдарды тезірек жөндесе, біздің бір қатар проблемаларымыз шешіліп қалар еді. Менің айтарым осы. Рахмет.